Күз. Алматы көшелері сарғайған жапыраққа толы. Ауада біртүрлі мұң бар еді. Мен, Аида, 27 жастамын. Жоғарғы оқу орнын қызыл дипломмен бітірдім. Жұмыс бар, табыс жаман емес. Бірақ ауылдағы анам мен туыстар үшін бұл бақыт емес. Олар үшін ең бастысы күйеу мен бала. Аида, өзіңнің құрдастарың 2 баламен отыр. Сен болсаң әлі оң босағадасың. Құдалар келсе не дейміз дейді анам. Әлі уақытым бар мама. Уақытың қайда? Жасың 30-ға таяп қалды. Қартайып бара жатырсың деп қабағын түйіп шығады. Сол күннен кейін анам бір адам жайлы айта бастады. Есімі Жанат, 45 жаста. Өз ісі бар. Ауқатты, балалы, әйелімен суысып кеткен екен. Адамгершілігі бар. Саған жамандық жасамайды дейді анам. Мен қарсы болдым, ашуландым, бірақ түнімен жастығым су болып шықты. Яғни жылап шықтым. Ауылдағы сөздер, анамның үміті, өмірімнің бір орында тұрып қалуы бәрі мені тұңғиыққа итерді. Жанатпен алғашқы кездесуім әдеттегі романтикадан алыс болды. Ол тым сабырлы, тым есеппен сөйлейтін адам еді. Мен шын айтам, Аида, сен менің өміріме жарық әкелер жансың. Әйеліммен арада ештеңе жоқ, 2 балам өсіп қалды. Сен жаңа парақ боласың. Бірақ мен ойыншық емеспін, мен біреудің көлеңкесінде қалғым келмейді деп айттым. Мен саған уәде берем. Сенің өміріңе қауіп әкелмеймін. Ажырасам уақытымен, сен тек менімен бол деді Жанат. Мен үнсіз келістім. Ішімде не болып жатқанын, қандай дауыл тұрғанын ол байқамады. Байқаса да үндемеді. Бірнеше аптадан кейін біз бірге тұра бастадық. Жанат маған пәтер жалдап берді. Ақшадан тарықтырмады, бірақ ол тек кешке ғана келетін. Кейде апталап көрінбейтін. Сылтауы жұмыс, іс-сапар, балалары. Ал мен күтіп отыратын болдым. Телефонға телміріп, үнсіз жылайтын күндерім көбейді. Түндер ұзақ. Жанат келмеген кештерде ішімде өрт тұтанып тұратын. Мен неге осылай өмір сүріп жүрмін? Бұл махаббат па, әлде амалсыздық па деген сұрақтар ұйқы бермеді. Көктемнің алғашқы күндері, қаланың ауа райы жылы тартып, айнала жаңарып жатқанмен, менің ішкі дүнием сол баяғы көлеңкеде қалып қойғандай еді. Жанат соңғы уақытта жиі келмейтін болды. Телефоны кейде өшірулі. Ал келген күндері маған қарап, жұмыс, Аида, қатты шаршап жүрмін деп қысқа қайырады. Мен үнсіз бас изеймін. Себебі сұрауға қорқамын. Себебі ішімде әлде қашан жауап бар сияқты. Бір күні кешкісін есік соғылды. Ойымда ештеңе жоқ. Ашсам бейтаныс әйел. Жасы 40-тарға таяп қалған, киімі де, көз қарасы да өте салқын. Сен Аидасың ба деді бірден. Иә, сіз кімсіз? Мен Жанаттың зайыбымын. Жүрегім дүрс ете қалды. Қан басыма шапты. Бәрі бітті. Мен оған қарап тұрып, ештеңе дей алмадым. Ол ішке өтпеді. Тек сөзін қатқыл жалғастырды. Біз ажыраспадық. Әлі отбасымыз бар, балаларымыз бар. Ал сен? Ол үндемей қалды. Бірақ көзі бәрін айтып тұрды. Мен ұрланған бақыттың иесімін. Кетерінде ол бір ауыз сөз айтты. Өзіңе обал жасадың қызым. Еркек әйелінен кете алмайды. Еркек тек жаңа демалатын жер іздейді. Ол кетіп қалды. Ал мен еденге отырып жылай бердім. Алақанымды шекеме басып, бүк түсіп жаттым. Мен не істеп қойдым? Өзімді қалай бұлай қорладым? Бұл махаббат па, әлде мені пайдалану ма? Сол түні Жанатқа хабарласпадым. Ол да үнсіз қалды. Бір апта өтті. Сол үнсіздікпен. Жанат келмеді, бірақ бір нәрсе өзгерді. Менің ағзамда. Әлсіздік. Таңертең жүрегім айнып, тамаққа тәбетім болмады. Дәріханадан тест алдым. Жолақ 2 еді. Мен жүкті екенмін. Қолымдағы тестке қайта-қайта қарай берем. Қолым дірілдейді. Ойымда сан сұрақ. Жүрегімде уайым. 2 жолақ. Демек, мен жалғыз емеспін. Ішімде кішкентай тіршілік бар. Ал менің өмірім астан-кестең. Жанатқа хабарласпастан тағы да 3 күн күттім. Көңілім алай-дүлей. Ақыры бір кеште өзім қоңырау шалдым.
Жанат, бізге сөйлесу керек. Жарайды, қазір барамын. 1 сағаттан соң келді. Әдеттегінше салқын, сабырлы. Кіріп келе салып, күртешесін шешіп, не болып қалды деді. Мен үнсіз тұрып қалдым. Сосын ақырын ғана, мен жүкті болыппын. Жанаттың жүзі бір сәтке қатып қалды. Сосын орнынан тұрып, терезе алдына барып, үнсіз тұрды. Бұл күтпеген жаңалық, деді ақыры. Енді не істейміз? Аида, мен ойланып көрейін. Саған көмектесем, уайымдама. Ажырасам деген уәдең қайда? Қазір бәрі қиындап тұр. Балаларымның мектеп бітіретін жылы. Әйелім де жай ғана кете салатын адам емес. Уақыт керек. Тек сәл-сәл сабыр сақташы. Менде үн жоқ. Тек күлімсіреуге тырыстым. Бәрі жақсы болатын сияқты кейіп таныттым. Бірақ ішімде бір нәрсе үзіліп жатты. Сол түн менің ішкі күресімнің басталған түні болды. Келесі апталарда Жанат сирек келетін болды. Ақша тастап кетеді. Жағдай сұрайды. Бірақ мені емес, құрсағымдағы сәбиді ғана ойлайтындай көрінді. Оның маған деген көзқарасы өзгерді. Мен бұған дейін де оның екінші өмірі болдым. Енді мен оған жауапкершілікпін. Күндердің күнінде бір кеште өзіме өзім мына сұрақты қойдым. Бұл баланы жалғыз өсіруге дайынсың ба? Ешкімге телінбей, ешкімге жалынбай, жалғыз шешім қабылдай аласың ба? Мен жанымды жеп, ертеңін білмейтін екінші әйел болып жүре алмаймын. Өз бақытымды біреудің алдына, біреудің алақанына тапсыра алмаймын. Бір шешімге келдім. Таңертең терезеден күн шуағы төгіліп тұр. Ал мен ішімдегі ауыр оймен оянып жаттым. Таңғы шайымды ішіп отырып, бар дүниемді тастап кетуге дайындалып жаттым. Бір чемодан, 1-2 көйлек, медициналық анықтамалар және құрсағымдағы сәбиге арналған кішкентай киімдер. Жанатқа соңғы рет хабарластым. Сөйлесуіміз керек. Бұл жолы соңғы рет. Келе жатырмын, деді дағдылы суық үнмен. Келді, үнсіз. Тек көзіме тік қарап отырды. Мен де сабырмен бастадым. Мен кетемін. Ештеңе сұрамаймын, ешкімді айыптамаймын. Бірақ бұлай өмір сүре алмаймын. Өзімді жоғалтып бара жатырмын. Аида, жоқ, тыңда, бұл баланы мен дүниеге әкелем. Бірақ ол сенсіз. Себебі сен мені таңдамадың. Және ешқашан таңдамайсың да. Мен сенің үзілісің болдым. Ал мені толық өмір қызықтырады. Сен ештеңеге мұқтаж болмайсың. Мен көмек берем. Жоқ, мен ештеңе сұрамаймын. Балама да сені әкесі деп танытпаймын. Қалауың үнсіз қалу болса, мен де үнсіз кетемін. Жанат үнсіз ғана басын изеді. Еш уәде, еш көз жаз, еш қолдау, тек суық қоштасу. Мен ол күннің кешінде Алматыдан пойызбен кеттім. Ауылға емес, жаңа қалаға, мүлдем бейтаныс жерге. Танысы да, таныс жолы да жоқ шаһарға. Тек ішімде бір ғана серігім бар, ол сәбиім. Жаңа қала, кішкентай пәтер, жаңа жұмыс, алғашқы айлар өте ауыр. Қоғамның сұрағы, анамның назары, ішімдегі күдік. Бірақ сол сәттерде ішімдегі тіршілік иесі мені қайтадан адам етті. Мен енді жалғыз емеспін. Жауапкершілігім бар. Жаңа мақсатым бар. Кешкісін терезе алдында отырып, ішімді сипаймын. Біз бәрін бірге өткереміз, сәбиім. Бізге енді ешкім керек емес. Екеуміз бір әлембіз. Аурухана. Ақ халаттылардың қарбалас қимылы. Ақ жарық, ауыр дем, кенет жылау. Нәрестенің алғашқы үні. Менің көзімнен жас ақты. Бұл қорқыныштың емес, өмірге келген үміттің жасы еді. Қыз бала, деді акушерка күлімдеп. Есімі Аяру болады, дедім, ішімнен ғана күбірлеп. Аяру, менің өмірімдегі ең таза, ең шынайы махаббат. Мен өзімнің жүрегімнен жаралған бір бейнеге алғаш рет соншалықты сеніммен қарадым. Бұрын өзіме сенбейтінмін, ал енді бір жан үшін әлемді де жеңуге дайынмын. Алғашқы айлар оңай болған жоқ. Қарапайым жұмыс, бала бағу, жалғыздық, бірақ менің ішкі күшім бұрынғысынан мүлдем басқа еді. Енді мен жылаған күндер үшін өкінбеймін. Олар мені мықты етті. Анам бір күні келді.
көзінде реніш емес, қамқорлық. Қызын түсінген анаға айналыпты. Кешір шырағым, сол кезде жүрегіңді емес, елдің сөзін тыңдадым. Бірақ сен дұрыс шешім қабылдапсың. Мама, мен өз жолымды таптым. Енді ешкімнің көлеңкесінде өмір сүрмеймін. Айлар өтті. Бір күні телефоныма белгісіз нөмірден қоңырау келді. Сонда Аида, мен Жанатпын, айтарым бар деп Жанат хабарласты. Бірақ мен бұл жолы тыңдамадым. Кешір, енді мен өткенге оралмаймын. Біздің жолымыз осында бітті. Солай деді де сөндіріп тастадым. Солай дедім де сөндіріп тастадым. Жанат менің өмірімдегі сабақ болды, ал Айару менің жаңа дәуірім. Кеш, қала аспаны, жұлдызға толы. Терезе алдында Айаруды құшағыма қысып тұрмын. Ол жымиып ұйықтап жатыр. Ал мен еркін әйел, ертеңіне сенімді ана ретінде аспанға қарап, рахмет тағдыр, мені жоғалтқан жоқсың, тек айналып, ең шын жолыма алып келдің дедім ішімнен. Бұл махаббатқа емес, өзіне деген сенімге құрылған оқиға. Бұл біреудің көлеңкесінен шыққан әйелдің жарыққа жету тарихы. Бұл жалғыздықтан басталып, аналық бақытпен аяқталған жол.